Біз бүгін Ықылас сүресін талдайтын боламыз. Сіз бұл сүреде көп жолығатын ережелердің бірі ахады. Біз тоқтаған кезде не? Харекетті алып тастап сукунге тоқтаймыз дейтінбіз. Сол кезде д әрпі бізде не? Қалқала ережесіндегі 5 әріптің біреуі д. Демек ахады деп д-ға тіреп тастамайсыз. Ахады деп сәл тербетіп жібересіз. Екінші жолығатын ереже ол сукунды нун ләм әрпіне жолыққан кезде. Ол кезде бізде идғам ережесі, яғни н әрпін біз л-ға кіргізіп жібереміз. Идғам кіргізу ережесі. Және де бұл ереже ғұннасыз болады, яғни танаудан шықпайды. Бізде басқа ямну деген 4 әріп бар, ол жерде танаудан н әрпінің ғұннасын береміз. Деп шығатын. Ал мына л әрпінде және р әрпінде біз ғұннасыз кіргіземіз. Және де толықтай осы әріпке нун әрпі л-ға толықтай ауысып кетеді. Ешқашан н әрпінің ешқандай бір сипаты болсын, тағы басқа көрінісі қалмайды. Толық л болып кетеді. Сондықтан Құранда сіздерде көбінесе сукунды н-дан кейін л әрпі келетін болса, л әрпінің төбесіне шадда қояды. Бұл бізде идғам ережесі. Кейін ләху деген сол ху әрпінен кейін кішкентай мынандай тағы да уау келеді. Ол бізде мәт, сила, сұғыры дейді оны арабша енді. Бізде кішкентай, яғни сол ереженің екіге созылады, сондықтан ол кішкентай мәт болып табылады силаның. Ал үлкені 4-5-ке созылады деген сияқты. Бисмилля. Енді бастайық. Алла өзі жәрдем берсін. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мәт араб. Құл Хуаллаху ахады. Құл. Құл еместі. Жуан емес. Л әрпі бізде жіңішке. Бірақ қ жуан. Жуанды жуан шығас. Қу. Ил. Құл. Құл. Хуаллаху. Хуа. Хуал. Бүйтіп лға кіресіздер. Енді л әрпі мына жерде Аллах лафызы жуан. Қашан ол даммамен болатын болса, немесе фатхамен. Хуаллаху. Хуаллаху. Хуаллах еместе. Хуаллаху ахады. Ахады. Д не? Тәнвинмен тұр, бірақ бұл жер тоқтаған кезде біз қалқала береміз, тербетеміз. Енді көп кісі сұрап жатады, немесе мына бізде аят-аятта бір-біріне жалғап оқу бар ғой. Мысалы мына жерде Рахим деп тоқтадық, егер тоқтамай жалғастыратын болсақ, Рахими құл деп кәсіремен оқып кетеміз. Ал мына жерде ахадун деген сөзді келесі аятқа қалай жалғаймыз? Бір ерекшелік бар да ол. Бұл ахадун бізде соңы сукунды нун сияқты ын дыбысталады. Ол бізде не? Сукунды. Мына жақта келесі басталатын әріпте сукунды. Екі сукун бір жерге жолыққан кезде оларды бір-біріне жалғау үшін кәсіре беріп жібереміз. Сол кезде ахадунилла, ахадунил деп н әрпіне кәсіребін, сол кезде ахадунил деп лға кіргізіп жібереді. Сол жағында бір өздеріңіз егер қосып оқып жатсаңыздар, бір біліп жатыңыздар. Дұрыс оқылу осылай болады. Біреулер ахадун Аллаху деп оқиды да, жоқ ахадуниллаху деп қосып оқылады. Енді бөлек оқитын болсақ, Аллаху жуан, Аллаху. Кейін не? Хус. Сот әрпіне кіріп кетеміз. Ләм оқылмай қалды. Бізде бұл не? Шәмсия. Яғни ләмнен кейінгі әріптерде бізде көбінесе тәшдид көретін болсаңыздар, ол әріпке кіріп кетесіздер. Аллаху самады. Тағы не? Қалқала. Аллаху самады. Са өзі жуан, мәді жіңішке. Бұлар самат деп оқиды. Жоқ. Самады. Жуан әріп жуан, жіңішке. Ләм ялиды. Вәләм юләді. Ләм ялиды, вәләм юләді. Осы жерде кейбір кісілер тоже жәндей көбінесе қателесіп жатады, жәндей бір жаңылтпаш сияқты. Ләм ялиды, вәләм юләді деген сияқтылар. Дұрыс оқылу ләм ялиды, вәләм юләді. Осы жерде мим әрпі сукунды мим ережесі пайда болады. Қашан мим әрпі өзінен кейін б мен м әрпінен басқа 28 әріп, яғни соның 26 тауына жолғатын болса, изхар шафауия деген
ереже пайда болады. Демек сукунды мим я әрпіне жолып тұрған жерден сіздер не айтасыздар? Изхар шафауия. Ләм ялиды. Д қалқала. Вәләм юлады. Вәләм изхар шафауия. Юлады. Ю мәттабиғи. Ләді қалқала. Вәләм якуллаху куфуан ахад. ولم يكن له كفوا أحد. ولم ي سكون ميم يا әрпіне жолықта изхар шафауия. Якун лаху еді, біз нунды лыға кіргіз жереміз. Якуллаху деп. Идғам ғұннасыз. Сукун нун ләм әрпіне кіріп кетті. Лаху мәтсила сұғыры. Немесе мәтсиланың кішкентай түрі. Бұны екке созыр. Лаху екке. Сосын мына жерде куф уән деп ф әрпін сукунмен оқып жатады. Жоқ, куфу уән ахады. Уән анық оқып жатырмыз. Ол өзінен кейін өткеніне хамзаға жолықты. Изхар шафауия. Куфу уән ахады. Д әрпіне бізде бұл қалқала. Енді мына жерде қарасаңыздар, оның мим әрпі бит жабыстырып қойғанда не үшін бұл? Негізі бұл жерде ахадун деген тәнуин тұр. Бірақ егерде біз келесі сөзге жалғастырып кететін болсақ, бізде ахадун тәнуин өзінен кейін қандай әріпке жолығады? Б деген әріпке. Сондықтан егерде тәнуин Б әріпіне жолығатын болса, иқлаб ережесі. Сондықтан бұл мим, егерде келесін сен қосып оқитын болсаң, келесі әріп бізде Б. Сол кезде иқлаб ережесі пайда болады деп айтады. Пайдалы болсын.